Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Қара жердің жек көретін нәрсесі бар ма? Өте қызықты ақпарат білетін боламыз. Қара жердің жек көретін нәрсесі бар. Ол адамның түкірігі. Әуелде адамнан бұрын әбілет пен тәбілет деген екі мақұлық жаралыпты. Тәңірі оларға жерді мекен етіп берген еді. Олар жерге түскен соң үнемі түкіріп жүреді екен. Түкірген сайын қара жер қорланады. Жер бір күні төзімі таусылып, «Уә Тәңірім, мені мына екі мақұлықтан құтқар, бұлардың жанын тезірек ал», деп қарғады. Бір күні Әзірейіл періште әбілет пен тәбілетті де құрықтап, жаһаннамға әкетпекші болды. Сол кезде Тәңірісі: «Әй Әзірейіл, олардың жанын кіргізіп, алдымен жердің қойнына бер. Бұлардың жерден тартатын жазасы бар», деді. Періште екеуін алып көрге тықты. Құдай құдіретімен әбілеттің бүкіл түкірігін жинап, шаяндарды жаратты. Тәбілеттің түкірігінен қара құрттарды жасады. Сосын бұл екеуі жердің үстіне қақырып түкіріп, оны қорлаған еді. Енді соның сазайын тартсын деді. Сол сәтте шаяндар мен қара құрттар екеуін шағып, жан-жақтан талай бастады. Әбілет пен тәбілет шаяндардың уынан 1000 рет қиналып өліп, 1000 рет қайта тірілген екен. Әбден азапталған соң жаһаннамға кетіпті. Жер бетіндегі қара құрт пен шаяндар әбілет пен тәбілеттің түкірігінен пайда болыпты. Содан бастап жер бетінде бір адам түкіретін болса, қара жер зар жылайды екен. Түкірген адамның соңғы демі бітіп, жер қойнына барғанда түкірігі шаян мен қара құртқа айналып өзін шағады, дейді мыс. Қара құрт улы өрмекші тәрізділер тұқымдасына жатады. Толық жетілген ұрғашы қара құрттың қара, ал жетілмеген ұрғашысы мен аталықтардың денесінде қызыл дақтары болады. Қара құрттар өте өсімтал. Шілдеде 100-700 жұмыртқа салып, оларды пілясымен қорғауға алады. Жұмыртқадан шыққан өрмекшілер піляда қыста, келесі жылы сәуірде жан-жаққа тарайды. Әсіресе ұрғашы қара құрттың уы адам мен малға өте қауіпті. Қара құрт шаққан жерде қызылдақ пайда болады. Сәл уақыттан соң білінбей кетеді. Қара құрт шаққан адамның 10-15 минуттан кейін іші мен кеудесі қатты ауырады. Аяқтарының жаны кетіп, құрысып қалады. Дер кезінде жедел жәрдем көрсетілмесе, уланған адам 1-2 күннен кейін өліп кетуі мүмкін. Сондай-ақ қара құрт шаққан жерді сол сәтте сіріңкемен күйдіріп жіберу керек. Шаян, саршаян немесе қыршаян. Өрмекші тәрізділер класына жататын жәндіктер отряды. Саршаянның 1750-ге тарта түрі белгілі. Олардың ішінде 50-дей түрі улы болып саналады. Қыршаян құйрығын қатты сермеп, улы шаншарымен жемін өлтіреді. Одан мал және адам ауру сырқаттанады, кейде тіпті өліп кетуі де мүмкін. Сондықтан қыршаяннан сақтану қажет. Саршаянның шағуы шабуылы немесе қорғанысы. Тірі жемтікпен қоректенеді. Егер ірі де белсенді жәндікті ұстаса, алдымен улы іспегімен жансыздандырады. Әдетте жәндіктерді, ұсақ сүтқоректілерді және құстарды саршаян уы өлтіреді, бірақ адамның өлгені туралы мәлімет өте аз. Бұлардың құрғақ шөлді аймақтан кездестіруге болады. Ымырт пен түнде белсенді, бірнеше жыл өмір сүреді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.